Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше жолбарыс торты деп аталатын тортты дайындайтын боламыз. Бұл торт өте нәзік, дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлық заттар бөлме температурасында болуы керек. Алдымен осы айранның үстіне сұйық майымызды және сәбіз пюресін салып жақсылап араластырып аламыз. Сәбіз пюресінің орнына балаларға беретін пюрені қолдансаңыздар болады. Осының үстіне енді содамызды салып жақсылап араластырып осылай дайындап аламыз. Енді жұмыртқаның үстіне тұзды және қантты салып, оны аппақ болғанша миксердің көмегімен араластырып аламын. Осындай аппақ болып шығу керек. Енді осының үстіне електен өткізген ұнымызды екіге бөліп салып, оны лопатканың көмегімен жақсылап араластырып, дайындап алған сұйықтығымызды құйып, жақсылап араластырып, қалған ұнымызды салып, осыны басып алмай жақсылап араластырып, дайындап аламыз. Дайындап алған тестадан 3/1 бөлігін бір ыдысқа құйып алып, оның үстіне какаомызды ситадан өткізіп, жақсылап араластырып, теста дайындаймыз. Алдын ала дайындап алған формамызға кәдімгі зебра пирогын жасағандай 3-4 ас қасық сарық тестамыздан 1-2 ас қасық какао қосылған тестамыздан салып, қамырымыз аяқталғанша осылай жасай береміз. Тестаның бәрін салып болғаннан кейін бетін міндетті түрде фольгамен жауып, 170 градуста қызып тұрған пеште алдымен 50 минут фольгамен пісіріп, одан кейін фольганы алып тастап 15 минут пісіріп аламыз. Міне біздің бисквитіміз дайын болды. Оны формасынан босатып, әбден суытып аламыз. Суыған бисквитті пищевой пленкаға орап, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қалдырамыз. Міне менің бисквитім дайын болды. Енді оны пленкасынан босатып, беткі бір қабатын кесіп алып тастаймыз. Дайын болған бисквитті теңдей 3 бөлікке бөліп аламын. Біздің бисквиттер осындай болып шықты. Енді кремін дайындайтын боламыз. Майлылығы 40% болатын қаймақты қолданыңыздар, сол кезде сіздердің кремдеріңіз өте қою болып шығады. Алдымен осы қаймақ пен қантты араластырып алып, бөлек бір ыдысқа кілегейдің өзін араластырып, екі кремімізді араластырып аламыз. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Мен осылай форма дайындап алдым. Формасыз жинасаңыздар да болады. Алдымен коржымызды салып, оның үстіне кремнің 3/1 бөлігін салып, осылай тегістеп, екінші коржды салып, солай жасай береміз. Соңғы коржды қойғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қалдыру керек. Менің тортым тоңазытқышта түнімен тұрды. Енді оның формасынан босатып, аттестатный пленкасын шешіп, қалған кремді осының сыртын түгел қаптайтын боламыз. Осылай қаптап аламыз. Енді біз бетінен кесіп алған коржды үгітіп, осыны торттың үстін түгелімен сеуіп шығамын. Тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ, дәмді, ешқандай сәбіздің дәмі шығып тұрмайды. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.